Так, бізде бір массажный центрдің робот ия агенті. Бұл өзі сөйлеседі клиентпен, өзі услуга предлагать етеді, түрлерін көрсетеді, бағаларын айтады, бос уақыттарды айтады, жаңағы кісілердің, массажистердің. И сол уақыттарға бронь қойып береді, и төлем жасатқызады. Өзі істейді, в общем, бәрін. Супер ғой. Аудиомен айтса аудиомен түсінеді, немен текстпен жасаса текстпен түсінеді. Қытайша, орысша, ағылшынша бәрін түсіне береді. И бұл робот еще жаңағы клиентпен сөйлескеннен бронь қояды, бронь қойғанда мына жаққа түседі, автоматы бізге мына жаққа келеді. Арнайы осындай приложение сайт болады, сол жаққа тіркеледі, мынандай деген кісі мынандай уақытқа тіркелді, мынандай уақыт не кетіп. И қалай тіркелген кезде де бізге телеграмма бот қой ескерту жасайды. Міне бізде төлем жасалды, новый заказ келді деп ескертеді. И әр сотрудникте осындай өзінің жеке телефондары болады, нелері, приложениесі болады, чтобы кімнің қандай уақытта жұмысты уақыттары бар, графиктері, сондай нелер бәрі шығып тұрады. Мысалы менде міне мына жақта көрінеді, жұмыс уақыттары бәрі шығып тұрады. Мынандай уақытта мынандай не істелген деп, бронь қойған запистер бар деп ше. И әркім өзінің несін көре алады. Очень удобно. И бұл жерде сіз ештеңе істемейсіз, тек қана мына жерде ManyChat деген приложение сайт арқылы қарап отырасыз, бақылап. Instagram, TikTok, WhatsApp, Telegram бәріне жауап бере береді бір робот. И өте керемет жауап береді. Андай кішкене арасына прикол да тығып қояды орнымен. Сондай өте вежливый. Нақты жеке мамандарға тіркелсе болады, білмеген сұрақтан яқа жинап отырады Google Sheets'қа. Так CRM база ретінде ManyChat қолданасын, бүткіл база сохранитель тұрады клиенттердің историясы. В общем, жасау бұл өте қиын емес, өте оңай деп айта алмаймын, нормально. Желание болса өте оңай негізінде. Өзім 3,5 айдай болды, осыны 4 айда болып қалып почти. Осылай неге қызығып, осы игіға кіріп, зерттеп жүргеніме. Қазір мен сізге экспериментін көрсетіп жіберейін. Мысалы, қазір жазып жіберейік. Соның несін массажный центрге. Сәлем, массаж керек дей салайын. Массаж керек. Яқтан қарап отырмыз мені. Яқа қазір шығады. Сетсіламын сұрап болды. Қаяқта. Ответ келді, жұмаға сәлем. Мына жаздым ғой. Мына келді, сәлем, қандай массаж түрін аласыз? Мына шыққан, қандай массаж түрін аласыз? Мамандар қылған қызмет түрін уақытын күнде таңдай ала берсеңіз болады деп өзіңіз. Мысалы, мына сайтта адам басып баса, ссылканы автомат мынандай неге шығады. Осы массажный центрдің осындай арнайы сайт жасап қойымыз. Осыға кіріп адам өз еркімен таңдай береді. Мына уақытқа азанғы 9-ға 29 күні мынандай маманға, мынандай услуганы таңдаймын, мынандай маманға тіркелемін деп, атын нөмірін жазады, бітті. Автоматически шығады. Міне новый заказ деп ескерту келеді. Бұл приложение бәрі адамда болады, бәрін ескерту шығып тұрады. И болмаса ары қарай жоқ. Курс уақыты 10 күнге созылады ескертіп отыр. Жоқ, мен өзім тіркемеймін. Тіркеп бер деп айтсаң, өзі тіркеп береді. Мысалы, Руслан деген маманға дейміз. Русланға ертеңге тіркелем. Дейді? Айдилары төменде дейді. Қалаған массаж түрі мен маманның таңдауыңыз керек. Массаж түрлерін көрсетейін, жас мөлшерге сай бағалар мен айдиларын төменде дейді. Русланға ID деген болмау керек, алып тастайын. Өте жас таңдау, қандай массаж түрін аласыз? Массаж түрін уақытын таңдайды. 2 жасар қызыма деймін. 2 жасар қызыма, 9 жасар қызыма парафин дей салайын. И сіз осы ManyChat'та сіз өзіңіз телефоныңызда болады, хозяинда. Бүткіл кезде телефонмен или ноутбукпен басқара бересіз. Тамаша дейді, 2 жасар алғанда парафин қызметін таңдаймын. Енді ертеңге қолайлы уақыт таңдайды.
бұл қолайлы уақытты өзі іздеп табылады. Міне ертеңге мысалы Русланға 28 бізде бос уақыттар міне өзі айтып беріледі. Ертең 9-ға дей сайын бос емес уақыт айтып береді. 9-ға дейін бірден жауап береді. Арада бір 4-5 секунд енді мағазаның аты жөні мен телефон нөмірі дейді. Жазсайын қызматына жазсам Аяшка 700 сағат. Енді тіркеп алады да, жоқ тіркемес бұрын оплата жасап қояды. Өйткені адам орын алып қалуы мүмкін да. Или Каспиретпен немен 20 теңге предоплата жеу керек обязательно. Мына ссылканы басса, менде шығып тұр, ыңғайлы. Ссылканы басса, сразу Каспиретке өтеді да, адам оплата жасайды. Мысалы, қазір мен не жібере сайын бұрын қойғанға дейін жеткізіп берейін. Адам қазір мына кісіге төледім делік мен кетті. И қазір бұл жерде сразу міне бізге не келді. Аяшка парафин Русланға тіркеді ертең 9-ға 28. Перейти көрейік. И сразу телеграм ботқа мен ұйықтап тұрмын мысалы. Міне сағат 9:90-ға мына Аяжан деген қыз 500 теңге күндік. И номері не тұрады. И сразу ескерту жасау керек болса, ноутбук болса чатқа кіріп ескерту жасалсын андай. Тезірек келіңіз или бірдеңе дегендей. И одан телеграмға да айттым, ма телеграмға келетін еқа ескерту. Заказ қабылданды міне дейді. Қыз бізге не жауап берген көрейік. Ертең күнге 9:00 Руслан мырзаға парафин қызмет сәтті брондадым. Қалған 9 күнде осы уақыттан 10 күнға соң. Я дейсің, немесе өзгертіп қоя бересің. Бәріне шыға береді. И телефонда да шығып тұрады. Мысалы 29-ын көреміз. 29-ы міне андай деп жүрейін. 29 средаға қойдым оны. Средаға міне шығып тұр. 9:30-да Аяшкаға тіркелді дейді. И спокойно да осылай. Адам негізінде роботты көріп шошудан қажет жоқ. Өзім 3,5 айда 4 айда айтып отырмын ғой. Полный почти біраз нәрсе игеріп алдым, Аллаға шүкір. И арнайы өзіміздің қауымдастық та бар, кейін қосылдым. Ол жақтан да біраз білім алып жатырмын, Аллаға шүкір. И талай кісілер қызығады, талай кәсіпке пайдасын тигізеді. Өзім кәсібім бар. И сол кәсіпте мысалы мен орнаттым өзім робот. Ол жақта менде мынандай робот жасап қойдым. Енді уақытта кішкене күрделеу. Бірақ түрі қорқынышты бола береді негізінде. Осы робот жауап береді бәрі маған. Неге? Өзім кәсібіме. Құлагер драйвингін білетін шығарсыздар. Құлагер драйвинг болса соны иесі боламын. Енді бізге мынандай робот жасау үшін негізінде шыны керек, желание болса бір-ақ күн керек, бір-ақ күн кетеді. Қаласаңыздар мен негізі осылай орнатып беремін. Әр кәсіпке жаңағыдай стоматология, шифа, осындай массажный центр, парикмахер, салон, любой жаққа, строительный, любой бір магазинге, любой жаққа пайдасы тиеді. Қалдардан теппейді ондай теппейді. Чем 150 мың, 100 мың, 200 мың неге сотрудник төлегеннен қарағанда, немесе сату маманына бұл көмекші ретінде қасында жұмыс істеп алады. Если сіздің, мысалы мен анайына көп жерге барам, қызығады, бірақ біз әлі ондай робот қоятын уровень келген жоқпыз, бірақ керемет екен дейді. Біз бірақ не істесек қойып алсақ өзімізге де күштеді деп не істейді да, тоқтап қалады былай. Түсінесің ондай кісілерді, өйткені робот өзінің этабына келмейінше, робот қатты керек емес қой, енді клиенттің көп болмаса, ондай қатты сотрудник қажет жоқ болғанса, онда роботтың пайдасы жоқ шыны керек. Но енді бұл жаңа заман, жаңа не болғаннан кейін, жаңа дүние болғаннан кейін, әр кәсіпкер негізі игеріп алып кете алатындай дүние. Ондай қиын емес. Бәрін пашаға орындап жатсаңыздар. Мен өзім ютубтан тегін үйрендім, шайтан 2,5 айда ағылшын платформа орыстардікінен қарап отырып, көзім ағыз отырып, жақтан үйрендім. Аллаға шүкір керемет, өзіме орнаттым. И арқаға жаңағы айтқандай, кейін қауымдастыққа қосылып, оқтан тағы да білімді арттырдым. Ондай қатты қиын дүние жоқ. Көп кісілер жаңа айтамын ғой, мен өзім услуга жасап барам ол кісілерге. Не істеп қалады, қызығып қалады.
калтасы бар енді жұмыстары жақсы жүріп тұрғандар олар давай деп солармен орнатып жатырмын. Ал кішкене онда өреген жетпеген кісілерге олар өздері ақ жасап орнатуға болады. Алла қаласа, сенбесеңдер мен осы жақтан телеграм группа ашып жатырмын. Сол жақта өте қолжетімді тиімді бағада әр кәсіпкер, шағын кәсіпкерлер, который ондай қымбат мен услуганы өздеріне позволить ете алмайтын кісілер өздері ақ жасауға болады. Тура артынша қайталап отырып орнатсаңыздар болады. Бұның мүмкіндігі кәдімгідей шексіз, күннен артып келе жатыр, шыны керек. Прям нарықта жаулап келе жатыр. Жалпы iyi деген. Сондықтан заман несінен қалып кетпей, Алла қаласа бізде ілесіп отырайық. Өзім кәсіпкерім, сондықтан түсінемін, әр кәсіпкерге керек болады деп ойлаймын. Сол, қаласаңыздар, иншалла алда тағы да көп керемет видеолар болады. Жалпы жақсы дүние. Қалып кетпейік.